Ассалаумағалейкум ағайындар, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Тикток достар, менің парақшама жазылып тіркеліп қоямыз. Пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Бүгін 27 март 2025 жыл. Міне мен қазір Құрық фортында тұрмын. Міне сіздерге сол Құрық фортын көрсетуді жөн деп санаймын. Міне Құрық форты үлкен болып салынып жатыр. Міне көрдіңдер ма? Міне мынау Құрық форты. Анда да танкерлер жүр, көрсетем бәрін. Міне мынау, міне қараңыздар, жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Міне үлкейтіп істеп жатыр бәрін. Сосын міне мына жерде мынау Иранның танкері, мынау тұрған Иранның танкерлері. Міне Ираннан келген. Міне мына форт деген үлкен. Міне былай қарай міне үлкен. Осы міне былай қарай ғой үлкен. Осы жерде бізге Қазақстанға келген тауарлар, теңіз арқылы келген тауарлар жаңағы рәсімделіп, тіркеліп, кедендік рәсімдеуден өткеннен кейін барып заңдастырылып Қазақстанға кіреді. Міне жұмыс қарқын жүргізіп жатыр. Үлкен мынау форт болады бұйырса. Халыққа жұмыс табылады, күшті керемет аймақ болады Құрық. Бұрынғыша жаңа Ералы деп айтылады. Бұрын Ералевский дей ма, солай айтады. Міне танкерлер жүр тоже, қайықтар. Қаншама адамдар жұмыс жасайды. Машиналар Дубайдан келген, тағы Ираннан келіп атқан бірдемелер. Бәрі осында, міне қайықпен келеді да, осында рәсімделеді. Міне тауарлардың бәрі осында келіп рәсімделеді. Түгел осында келіп рәсімделіп, кедендік рәсімдеуден өткеннен кейін жаңағы барлық сертификаттар тексеріліп, барлығы заңды болғаннан кейін барып Қазақстанға кіреді. Мына жерде рәсімделеді. Мынау форт. Міне форт, мынада жаңа танкерлер келіп тұрған. Міне адам, мынау Ирандікі, жаңа айттым ғой, Ирандікі, тағысын тағы төне. Сосын ар жақта да тұр бірнешеуі. Міне мынау жаңағы баняларда тұратын тас бар ғой, баняларда тұрады ғой. Міне сол тастар ғой.